Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, Алла қаласа, бүгін біз Қош келдің араб тілі кітабы бойынша соңғы 9-шы бөлімнің дәрістерін алуды бастаймыз. Бүгін біз 35-ші сабақты өтеміз. Бұдан кейін Алла қаласа бізде 2 сабақ. Содан кейін иншалла біз 1-ші томды аяқтаймыз. Бүгінгі дәрісте енді біз кітаптың соңына келгендіктен, соңғы сабақтардың бәрі бізде қорытынды сабақтар болады. Яғни өткен мәліметтердің барлығын біз қорытамыз. Сол кездегі алынған мәліметтердің барлығын жинап өтеміз. Бүгін біз Алла қаласа өте ауқымды 3 үлкен тақырыпты аламыз. Үшеуі де өте маңызды, үшеуі де біраз есте сақтауды, түсінуді талап ететін тақырыптар. Сол үшін бастайық. Ад-дарсул хамису ва саласун, 35-ші сабақ. Өткен дәрісте айтқанымыздай, реттік сан есімдер фаил формуласымен жасалады. Және де мынау саласуна, ишруна, арбауна сияқты сөздер өзгермейді, саласуналар. Бірақ оның алдындағы бірлікті біз фаил формуласына салып жасаймыз, иә? Ал-хамису ва саласун. Кәдімгі хамис деген сөз, бірақ 30-ды қоямыз сонда, 35-ші сабақ. Бүгін біздің өтетін бірінші ауқымды тақырыбымыз ол етістік. Біз бұл уақытқа дейін етістіктердің осы келер шағын жіктеп үйрендік, барлық түрін, иә? Осы келер шақ дегеніміз сіздің дәл қазір істеп жатқан, немесе алдағы уақытта істейтін іс-әрекетіңізді білдіреді. Жазып отырмын, жазамын. Кітап оқып отырмын, оқимын деген сияқты сондай етістіктер өткен болатынбыз. Бүгін біз Алла қаласа өткен шақтың барлық түрін аламыз. Сонда біз бірінші томды аяқтаған кезде өткен шақ және осы келер шақ етістіктерін толық танысқан боламыз. Өткен дәрістерде біз араб тіліндегі етістіктердің 3-ке бөлінетінін айттық. Өткен шақ мади, сөйлеп тұрған уақыттан бұрын атқарылған іс-қимылды білдіреді. Бүгін біз осыны өтеміз иншалла. То есть сіз сөйлеп тұрсыз сонымен қазір, содан бұрын істеліп кеткен істі білдіреді өткен шақ. Жаздым, ұйықтадым, ояндым, тұрдым деген сияқтының барлығы өткен шақ. Мысалы, дараба, кәтәбә деген сияқты етістіктер, иә? Қараңыздар, бұл жалаң етістік. Кәдімгі түбір әріптерден құралып тұрған, ешқандай артық әріп қосылмаған етістік. Өткен шақтар осы нәрсесімен ерекшеленеді. Олар словардан аласыздар, солайынан қолданылады. Бірақ мен, сен деген кезде кішкентай бір қосатын нәрсе бар, оны қазір мен түсіндіремін. Жалпы мынау мысалы дараба, ұрды. То есть қазір сіз сөйлеп тұрсыз, соған дейін ұрып қойды деген сөз. Кәтәбә, жазды. Қазір сіз сөйлеп тұрсыз, соған дейін жазып қойды деген сөз. Міне бұл өткен шақ деп аталады. Осы келер шақ, мынау уже бізге белгілі, біз бұны шек-қарын ақтарып тұрып уже өтіп тастадық, иә? Осы келер шақ бұл мудория деп аталады. Мудория. Сөйлеп тұрған уақытта дәл қазір болып жатқан немесе алдағы уақытта атқарылатын іс-қимылды білдіреді. Мысалы, ядрибу ұрады, яктубу жазады, яшрабу ішеді, ядхулу кіреді деген сияқты, немесе кіріп бара жатыр, ұрып жатыр, жазып отыр деген сияқты осылай аударылады бұлар. Етістіктің 3-ші түрі бұйрық райы, әмір. Іс-қимылдың орындалуын талап етуді бұйрықты білдіретін сөз. Мысалы, идриб ұр, уктуб жаз, ухруж шық деген сияқты. Біз бұны иншалла 2-ші томда өтеміз. Бұл 2-ші томның тақырыбы. Біз қазір өтетіміз тек қана осы келер шақ және өткен шақ. Осы келер шақ етістігіне қатысты кішкентай бір мәлімет бар, содан кейін өткен шақты толық өтеміз. Қараңыздар. Осы келер шақ етістігі сөйлеп тұрған уақытта дәл қазір болып жатқан немесе алдағы уақытта атқарылатын іс-қимылды білдіреді. Бұл ережесі, иә? То есть дәл қазір немесе алдағы уақытта екенін білдіреді. Енді қараңыздар. Ал егер етістіктің алдына сә немесе сәуфа сынды әріптер немесе харфтар қосатын болсаңыз, ол етістік тек қана алдағы уақытта атқарылатын іс-қимылды білдіреді. Келер шақ болады. Тек қана келер шақ болады. Егер де сіз етістіктің алдына сә немесе сәуфа қоссаңыз, тек қана келер шақты білдіріп тұрады. Мысалы қараңыздар, әдхабу деген етістік барамын немесе бара жатырмын деп аударуға болады. Әдхабуды. Ал енді сә әдхабу деп сә қостың ба, барамын деп қана болады. Бара жатырмын деп аудармайсыздар. Бұл тек қана келер шақты білдіріп тұрады. Қараңыздар, мынау осы уақытқа дейін біз өткен етістіктің бәрі бар ғой, мысалы актубу, афалу, аджри, әмши деген сияқты. Оның мағынасы қазір істеліп жатыр, немесе алдағы уақытта істеледі дегенді білдіреді. Ал енді сен алдына сә қостың ба, автоматты түрде тек қана келер шақты білдіреді. Мысалы, сә әдхабу, алдағы уақытта барамын деген сөз. Сә аджри, жүгіремін, то есть алдағы уақытта жүгіремін. Сә әмши, жүремін, яғни жүріп жатырмын деген сөз емес ол, тек қана жүремін деп аударылады алдағы уақытта. Немесе актубу, жазамын, жазып отырмын деп аударылса, сәуфаны қостың ба, ол автоматты түрде. Сәуфа актубу, жазамын. Түсініңіздер ғой, иә? Демек, кез келген осы келер шақ етістігінің алдына сә немесе сәуфа қоссаңыз, ол уже автоматты түрде келер шақты білдіреді.
Енді осы сә мен сәуфаның айырмашылығы неде десе, сә дегеніңіз жақын аралықты білдіреді, сәуфа одан ары қарайды білдіреді. Мысалы, әктубу уа сәақрау десеңіз, әктубу деген сөз жазып отырмын, уа сәақрау содан кейін оқимын деген сияқты мағына береді. Сонда сәақрау дегеніңіз кейін деген сөз жоқ, бірақ оқимын, жазып отырмын және оқимын алдағы уақытта деген сияқты мағынаны білдіріп тұрады. Ал егер де сіздер былай айтсаңыз, әктубу жазып отырмын, уа сәақрау ар жағында мен уже оқимын, уа сәуфа анаму десеңіз, одан кейін ұйықтаймын деген кезде, мынау сәуфаңыз одан кейінгілікті білдіреді. Түсіндіңіздер ғой? То есть сә дегеніңіз кішкене жақын болашақты білдіреді, сәуфа алыс болашақты білдіреді. Құрандағы сол себепті сәуфа та'ламун, сәуфа я'ламун деген сияқты кейін сендер білесіңдер, кейін олар біледі деген сияқты сөздердің барлығы қияметке қарай олардың барлығы біледі деген сияқты, кейін біледі деген сияқты мағынамен келеді. Түсіндіңіздер ғой? Демек, осы келер шақ етістігінің алдына біз сә немесе сәуфа қоссақ, ол міндетті түрде етістіктің келер шақта, болашақта болатындығын білдіріп тұрады. Ал егер сә мен сәуфа болмаса, етістікті біз дәл қазір істеліп жатыр, немесе келер шақта істеледі деп түсінуімізге болады екі түрлі мағынада. Жақсы, енді осы келер шақ етістігін біз талдап біттік деп ойлаймын. Енді иншалла өткен шаққа тоқтайық. Өткен шақ дегеніміз қазіргі істеліп жатқан уақыттан бұрын болғандықты білдіреді. Заттың қимылын сипаттайтын, өткен шақта орындалған іс қимылды білдіретін сөздерді өткен шақ етістігі фи'лун мади деп атайды. Өткен шақтың түбір етістігі көп жағдайда 3 әріптен тұрады. Төмендегі кестеде өткен шақ етістігінің жалпы жіктелу формуласы берілген. Өткен шақта біз сабақтардың барысында кішкентайдан бері отырдық, бірақ мынау міне толық жіктелу үлгісі. Өткен шақ етістігінің түбірі міне мынау 3 әріпті. Катаба, шариба, жаласа, фахима деген сияқты. Енді осы 3 әріпті аласыздар да мынау формулаға салған кезде, то есть бірінші әріп фатхалы болады, соңғы әріпке сукун бересіз, сосын ту қосасыз. Катаб ту, шариб ту, жалас ту деген кезде мен жасадым болады өткен шақта. Та қоссаңыз соңына сен жасадың болады. Ти қоссаңыз қыз бала сен жасадың болады. Ешнәрсе қоспасаңыз ол жасады болады. Соңына сукунды та қоссаңыз катабат деп. Онда уже ол жасады қыз бала болады. Екілік түрінде катабна біз жаздық, шарибна біз жаздық деген кезде мынау екеуі бірдей біз дегенді білдіреді. Катабтума сен екеуің жаздыңдар. Катаба ол екеуі жазды, соңына тек алиф қосылады. Катабата соңына та қосылады, иә? Та мен сосын алиф қосылады. Ол екеуі жазды деген сөз. Катабтум сендер жаздыңдар. Катабтунна сендер жаздыңдар қыз балалар. Катабу олар жазды ер адамдар. Катабна олар жазды қыз балалар. Мынау мен мынау ұқсас, бірақ мына жақта созбайсыз. Катабна бұл қыз балалар, катабна бұл біз деген сөз. Міне мынау толық таблицасы. Енді түсініктірек болу үшін тағы да бір рет айтып кетейін. Мынау мысалы жекеше, жалғыз адам, екілік, көпше. Мынау бірінші жақ мен және біз, мынау екінші жақ, яғни сен, сендер, мынау үшінші жақ, олар. Етістігіміз біздің айтқандай 3 әріпті болады деп айттық. 3 әріпті етістік. Мен жаздым деген кезде соңына ту қосасыз, нәтижеге сукун бересіз. Қалған ешнәрсе өзгермейді. Катаба деген етістік болса, катаба, катаб ту. Жаласа деген етістік болса, жалас ту. Қараа деген етістік болса, қара ту деген сияқты осылай өзгереді. Сен деген кезде сол 3 түбір әріп түседі. Бірақ та соңына та қосылады. Ер бала болса, ти қосылады, қыз бала болса. Нәтижеге сукун қойылады. Катаб та, катаб ти. Ол деген кезде 3 әріп етістіктің өзі қалады. Ол деген кезде 3 әріп етістіктің өзі қалады, ешқандай өзгеріс болмайды. Ал ол қыз бала деген кезде соңына сукунды та қосылады. Катабат, жаласат, фахимат деген сияқты. Таббат сүресінде бар ғой, иә? Таббат яда аби лахаб деген кезде міне осы келген. Таббат яда абу лахабтың екі қолы құрысын деген кезде міне осы етістік келген. Біз деген кезде қандай ерекшелік болады? Соңғы әріпке сукун береміз. Біз деп наны қосамыз. Катабна, жаласна, шарибна деген сияқты.
Сен екеуің деген кезде тума қосылады. Тума. Катаб тума. Ертегі, әйелтегі бірдей. Ол екеуі деген кезде артына алиф қойылады. Ол екі қыз бала деген кезде катабата болып та қосылады. Сендер деген кезде катабтум, сендер жазыңдар. Катабтум. Сендер жазыңдар қыз балалар. Катабтунна. Олар жазды деген кезде катабу, но соңында алиф оқылмайды. Катабу, жаласу деген сияқты. Және қыз балалар болған кезде просто нун қосылады. Мынаған сукун қойылады. Міне осылайна мынау өткен шақ етістігі. Бұл болса формула, міне мынау қызылмен берілген тұстар ғана етістікке қосылатын жерлері, ал мынау көкпен берілгеннің барлығы етістіктің өзі. Міне осыны өткен шақ етістігінің таблицасы. Бұған дейін біз өткен төмендегі етістіктердің бәрі де осы формулаға салып жіктеуге болады. Мысалы, яшрабу, яжри, яхруджу деген сияқты етістіктерді өттік қой. Бұлардың өткен шағы, мысалы, шариба, жаңағы формулаға саласыз, мысалы. Шариба, шарипту, шарипта, шарипти, шариба, шарибат, шарибна, шариптума, шариба, шарибата, шарибна, шариптум, шариптунна, шарибу, шарибна. Акала, акалту, акалта, акалти, акала, акалат, акална, акалтума, акала, акалата, акална, акалтум, акалтунна, акалу, акална деп осылай кез келген етістікті алып сала берулеріңізге болады. Мәшәні салатын болсақ, мына жерде негізінде түбірінде я деген әріп бар, сол қайтып келеді ол. Мәшәйту, мәшәйта, мәшәйти, мәшә, мәшәт. Мәшәйна, мәшәйтума, мәшәя, мәшәята, мәшәйна, мәшәйтум, мәшәйтунна, мәшәу, мәшәйна. Мынандай етістіктердің қалай жіктелетінін біз иншалла екінші томда өтеміз. Осыдан кейінгі уже екінші том бастаған кезде, сол кезде біз соңында әлсіз етістіктерді өткен шақта, осы шақта жіктеуді үйренеміз. Сол себепті бұған егер кішкене қиналып жатсаңыздар мән бермеңіздер, бұл иншалла өтіледі. Бұған жеке тоқтаймыз. Соңғы сау етістіктердің барлығы міне осыған ешқандай өзгеріссіз салынады. Біз енді осы уақытқа өткен етістіктерді бір жылдан оқитын болсақ, еске түсірсек, мысалы шариба, яшрабу, ішу, акала, якулу, жеу, жара, яжри, жүгіру, мәша, ямши, жүру, хараджа, яхруджу, шығу, дахала, ядхулу, кіру, катаба, яктубу, жазу. Мынау жақшаның ішіндегісі ол осы келер шағы, мынау өткен шағы, иә. Қараа, яқрау, оқу, дахика, ядхаку, күлу, ғадиба, яғдабу, ашулану, фатаха, яфтаху, ашу, есікті ашу сияқты. Табаха, ятбуху, тамақ пісіру, амила, я'малу, жұмыс істеу, лаиба, ял'абу, ойнау, захаба, ядхабу, кету, раджаа, ярджиу, қайту, жаа, яджиу, келу, сакана, яскуну, тұру, яғни үйде тұру. Дараса, ядрусу, оқу, яғни сабақ. Кітап оқу емес, бұл сабақ оқу. Нахада, янхаду, ояну, ғасала, яғсилу, жуу, лабиса, ялбасу, кию, канаса, якнусу, сыпыру, нама, янаму, ұйықтау. Міне осы етістіктердің барлығы біз өткен етістіктер. Бұлардың ішінде бізде кейбір етістіктер бар, мысалы мынау сияқты, бағанағы мәша сияқты кейбір етістіктер бар. Олардың ортасы соңы әлсіз, бірақ оларды қалай жіктейміз, біз оны иншалла екінші томда өтеміз. Екінші томда біз уже етістіктерді толығымен жіктеуді үйренеміз. Екінші томымыз біздің сарфқа арналған деп айттық, яғни ол жерде біз етістіктермен жұмыс істеу, етістіктен зат есім тудыру деген сияқты сондай тақырыптарды өтеміз. Екінші том толығымен соған арналған, иә. Енді мысал ретінде түсініктірек болу үшін захаба, сосын лаиба етістіктерін жіктеп көрейік. Бұл тек мысал сіздерге. Мысалы қараңыздар. Мынау формуласы тұрған. Қараңыздар. Лаибту, ойнадым болады. Лаибту, міне етістіктің соңы, міне лаиба деген етістіктің соңына сукун бердіңіз. Лаиб, сосын ту қостыңыз. Лаибту, ойнадым. Захабту, кеттім. Лаибта, ойнадың, сен. Захабта, кеттің. Лаибти, қыз балаға, сен ойнадың. Захабти, қыз бала, сен кеттің. Лаиба, захаба. Міне, мынау нәрсе қайтып келді. Өйткені ол деген кезде етістікке еш нәрсе қосылмайды. Лаиба, ол ойнады. Захаба, ол кетті. Ол қыз бала деген кезде лаибат, ол ойнады. Захабат, ол кетті. Біз лаибна, ойнадық.
Захабна кеттік. Лаибтума сен екеуің ойнадыңдар, сен екеуің кеттіңдер. Захабтума. Лаиба мына жерге қойылмай кетіпті. Лаиба захаба. Ол екеуі кетті, ол екеуі ойнады. Лаибата захабата. Мынада да салынбай кетіпті. Бұлардың барлығы иншалла жаңа дұрысталу несінде бұл дұрысталып түседі, иншалла уайымдамаңыздар. Содан кейін біз лаибна захабна біз ойнадық кеттік. Лаибтум захабтум сендер ойнадыңдар кеттіңдер. Лаибтунна захабтунна сендер ойнадыңдар, сендер кеттіңдер. Лаибу захабу олар ойнады. Лаибна захабна олар кетті. Байқағанымыздай, осы келер шақ етістігінің алдына алиф, нун, я, та әріптерінің қосылу арқылы жасалса, өткен шақ етістіктері сөздің соңына та, ти, ту, на есімдіктері қосылу арқылы жасалады. Енді байқаған болсаңыздар, өткен шақ жасаған кезде біз етістіктің соңына қосамыз. Осы келер шақты жасаған кезде біз алдына да қосамыз, кейбір кезде соңына да қосамыз. Түсіндіңіздер ғой? Ал өткен шақта тек қана соңына қосылады. Өткен шақта әріптер тек қана соңына қосылады. Жақсы, құрметті бауырлар, бүгінгі біздің дәрісте алатын екінші тақырыбымыз бұл қорытушы тақырып хуруфул атф. Өткен дәрісте біз мысалы хуруфул жардың барлығын алдық қой, иә? Тура сол сияқты бүгін біз хуруфул атф детеміз. Хуруфул атф дегеніміз шылау мағынасындағы көмекші сөздер. Және, ал, сондай, сондай-ақ деген сияқты шылаудың мағынасын беретін сөздер. Біз қазір төменде соның бәрін талдаймыз. Араб тілінде 80 көмекші сөздің 8-і хуруфул атф, шылау мағынасындағы көмекші сөздер деп аталады. Бұл көмекші сөздер мағыналық тұрғыдан әртүрлі келгенімен, бұлар мағыналарымен әртүрлі. Олардың сөйлемде атқаратын қызметі ортақ болуына орай, олардың барлығын бір топқа жатқызылған. То есть қараңыздар, бұлардың ішінде ұл да бар, қыз да бар, ата да бар, әже де бар, басқа болуы мүмкін. Бірақ та бұлардың барлығы көк көйлек киген үшін ғалымдар бұларды алып бір топқа жатқызып, осылай хуруфул атф деп атаған. То есть бұлар мағыналық тұрғыдан әртүрлі, біреуі және, біреуі кейін, біреуі ал, немесе деген сияқты мағына беруі мүмкін, бірақ қызметтері олар сөздердің бір-бірінің ортасын байланыстырып тұрады. Сол үшін бұлардың бәрін алғанда шылау тарауына жатқызып тастаған. Хуруфул атф дейді. Шылау сөздер сөзбен сөз, сөз тіркесі мен сөйлем, сөйлем мен сөйлем арасындағы грамматикалық байланысты жүзеге асырады. Шылау сөздердің екі жағында тұратын бір текті сөздердің соңдары грамматикалық тұрғыдан біркелкі болуы қажет. Бұл шылау сөздерден кейін, мысалы, мына жақта тұрған сөз бен мына жақта тұрған сөз ортасында шылау келген кезде, мына соңдағы дамма болса, мынау дамма болу керек. Фатха болса, фатха болу керек. То есть шылаудың қызметі сондай. Шылау екі сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырып тұрған кезде, алдындағы иғраб немесе алдындағы сөздердің харакаттары мен кейінгі сөздердің харакаттары бірдей болу керек деген сөз. Сол үшін бұлар шылау деп аталады. Бұлар екі жақты қатар ұстап тұрады. Мәселен, шылаудан бұрын тұрған сөздің соңы даммаға аяқталса, одан кейін тұрған сөздің соңы даммаға аяқталуы шарт. Сондықтан да бұл көмекші сөздер хуруфул атф деп атайды, яғни байланыстырушы көмекші сөздер, немесе шылау. Шылау мағынасындағы көмекші сөздердің жиі қолданылатын мағыналары төмендегідей. Біріншісі уа әрпі. Біз бұнымен танысқанбыз, иә? Уа көмекші сөзі бір текті сөздердің арасында келіп, олардың сөйлем мазмұнына қарай бір үкімде біріккендігін білдіреді. Бұл көмекші сөздің екі жағында келген бір текті сөздер өзара реттілікте тұрғандығын немесе бір мезетте бірге орындалғандығын білдірмейді. То есть, мынау вау деген сөз бар ғой, жалпы. Бұны айтып жатқаны бұл жерде. Бұл мынау сөз бен мынау сөздің ортасында бүйтіп вау деп келеді де, мына екеуінің бір үкімнің ішінде біріккендігін білдіріп тұрады. Бірақ та мынау бірінші, мынау екінші, или екеуі бірге келді тағы басқа, онда ешнәрсе түсінілмейді. Бұл жалпы біріктіруді білдіреді. Жалпы екі сөз бір үкімде біріккен деген сияқты. Қазір оны төменде түсіндіремін, сөйлемде. Қазақ тіліндегі және, мен, пен, ал, сонымен қатар, сондай-ақ сияқты ыңғайлас жалғаулық мағыналарын береді. То есть бұл ваудың сөйлемнің ағымына қарай сіздер және, мен, пен, ал, сонымен қатар осылай аударып кете бересіздер. Ол контекстке қараймыз. Кейде кәдімгі үтір тыныс белгісі ретінде қолданылады. Мысалы, ядхулу Мухаммадун ва адилун деген кезде Мұхаммед пен әділ кіріп келе жатыр. Пен деп аударылды. Немесе Мұхаммед және әділ кіріп келе жатыр. Мұхаммед сонымен қатар әділ кіріп келе жатыр. Мұхаммед сондай-ақ әділ кіріп келе жатыр деп аудара бере аламыз біз. Түсіндіңіздер ғой? То есть бұл уа және, пен, сондай-ақ, сонымен қатар деп аударылып кете береді. Уаның екі жағын қараңыздар. Мұхаммадтың соңы дамма, әділдің соңы дамма. Мұхаммад зат есім, әділ зат есім. Міне осындай байланыстырушы қызмет атқарады. Сонымен қатар кейде үтір белгісі ретінде қолданылады. Осыны өткенде бір адамда сұрады. Мен түсіндіріп кететін болсам, бір сөз айтқаннан кейін үтір қоясыз ғой. Үтірден кейін уаны қою керек. Уа,
сосын тағы бір сөз айтылады, үтір қойылады, уа деп осылай. Үтір арабтарда негізінен жай ғана үтір қойып кетпейді ешқашан. Арабтар міндетті түрде сөздердің ортасын осы уамен байланыстырады. Бірақ енді біз тыныс белгісін кейіннен енгіздік, және тыныс белгісін қолданған кезде біз уже үтір қоямыз, бірақ сонда да уаны жазамыз. Үтір қойылады, қайттан уа жазылады. Үтір қойылады, қайттан уа жазылады. Түсіндіңіздер ғой? Сонда кейде кәдімгі үтір белгісі ретінде қолданылады деген мағынасы, мына үтірді алып тастап та жай ғана уамен жазып кете беруге болады деген сөз. Мысалы, төмендегі мысалда қараңыздар, хадихи сайяратун ва дарражатун ва сафинатун ва маркибун деген кезде мынау көлік, велосипед, кеме және қайық деп тұрған кезде міне мынау үтірлеріңіз сіздің мынау тұрған. Ол мына жердегі уау, ва дарражатун ва сафинатун ва маркибун деген сияқты. Сіздер осы жерде уадың қасынан үтір де қоя аласыз. Яғни алдынан хадихи сайяратун үтір, ва дарражатун үтір, ва сафинатун үтір. Олай да жазуға болады. Түсіндіңіздер ғой? Былай да жаза беруге болады. Жалпы мағынасы уа дегеніміз бір үкімде өзінің екі жағындағы сөздің біріккендігін білдіреді. Мысалы, мына жақта кіріп келе жатыр деген үкімнің ішіне Мұхаммед пен Әділ кіріп келе жатыр. Екеуі кіріп келе жатыр деген сөз. Мынау машина, велосипед, кеме, қайық деген кезде мыналардың барлығы көлік құралдары ретінде алдындағы неге кіріп тұр. Ишарат, мынау деген исім ишараттың ішіне кіріп тұр міне. Фә көмекші сөзі екіншісі. Фә көмекші сөзі біртекті сөздердің арасында келіп, олардың сөйлем мазмұнына ортақ бір үкімде біріккендігін реттілікпен бірінен соң бірі орындалатынын білдіреді. Уа мен фә бір-біріне жақын мағыналары. Фә тоже және деп аударылады, бірақ та фә мен уаның қазір айырмашылығын түсіндіремін. Көмекші сөздің екі жағындағы үкім арасы үзілмей бірден орындалады. Қазақ тіліндегі және сөйтіп ізінше сосын бірден артынша шылау мағыналарын береді. Мысалы, ядхулу Мұхаммадун фаадилун деген кезде Мұхаммед пен Әділ кіріп келе жатыр. Екеуі бір үкімде бірігіп тұр, то есть жаңағы кіріп келе жатыр деген үкімде бірігіп тұр, бірақ та Әділ Мұхаммедтен кейін екендігін білдіреді. Бұл жерде екеуі қатар кірді деген сияқты болмайды. Уа деп қойсаңыз, онда қатар кірген болуы мүмкін. Ал фәмен келсе, қатар емес. Бірінші Мұхаммед кірді деген сөз, бір артынан Әділ. Бірақ Әділ ізін ала, өкшесін басып кірді деген сөз. Бұл сөйлем Әділдің Мұхаммедтен сәл кейін кіріп келе жатқанын түсіндіреді. Енді үшіншісі, сумма. Уа, фә, енді сумма. Сумма көмекші сөзі біртекті сөздердің арасында келіп, олардың сөйлем мазмұнына ортақ бір үкімде біріккендігін реттілікпен бірінен соң бірі уақыт өте орындалғандығын білдіреді. Фәға ұқсас бұл, бірақ та сумма кішкене уақыт өткендігін білдіреді. Көмекші сөздің алдында тұрған ой орындалғаннан кейін біраз уақыт өтіп барып, кейінгі ой орындалады деген сөз. Қазақ тіліндегі кейін, сосын, сонан соң сөздерінің мағынасын береді. Мысалы, ядхулу Мұхаммадун сумма адилун деген кезде Мұхаммед сосын Әділ кіріп келе жатыр деген түсіндіресіздер. Бұл сөйлем Әділдің Мұхаммедтен біраз кешігіп кіріп келе жатқандығын түсіндіреді. Енді біз көп оқыдық, енді осыны жазып түсіндіретін болсақ, жылдам қортайық, сөз келді, уа қойдыңыз. Мына уа үтірінің мағынасына да аударуға болады, және сондай-ақ деп аудара беруге болады. Үкімі шарты қандай? Мына жақтағы сөзбен, мына жақтағы сөздің иғраптары бірдей болу керек. Дамма болса дамма, фатха болса фатха, кәсра болса кәсра деген сияқты мына уау екеуінің ортасын байланыстырып тұрады. Енді мынау мен мынау екеуі алдындағы үкімде біріккендігін білдіреді. Алдында бір ой айтылады ғой, міне соның ішінде келді деген болса, Мұхаммед пен Әділ келді деген кезде екеуінің де келгендігін білдіреді. Уа жалпы біріктіруді білдіреді, жалпы. То есть бұл жерде мынау бірінші, мынау екінші, немесе мынау бірінші, мынау екінші, екеуі бірге деген сияқты мағына түсінілмейді. Жалпы бірігу. Общем, екеуі келгендікті білдіреді. Кім бірінші келді, қалай келді, онымен ешқандай жұмысы жоқ. Уау просто біріктіреді. Егер де сіз мынаның кейін келгендігін білдіретін болса, бірақ та бірден артынан іле шала келгендігін білдіргіңіз келсе, фә қоясыз. Жаа Мұхаммадун фә адилун деген кезде екеуі келді, бірақ та мынау Әділ Мұхаммедтен кейін келді деген сөз. Қызмет жағынан тура уау сияқты. Нан дамма болса дамма, фатха болса фатха болып, екі жағы бірдей жүру керек. Уау дегеніміз жалпы біріктіру, фә дегеніміз тоже жалпы біріктіру, бірақ та мынау кішкене кейін деген сөз. Іле шалы, ізінен деген сөз. Егер де сіз екеуінің ортасына келгенде уақыт өткендігін білдіргіңіз келсе, сумма деп қоясыз. Сумма дегеніміз ол фәден де алысырақ. То есть мынау келеді, содан кейін бір 5 минут 10 минут өткеннен кейін барып мынау келеді деген сөз. Мына жерде мынау кірген кезде бірден артынан деген сөз. Ал мынау жалпы біріктіру. Мысалы, жаа Мұхаммадун уа Али, Мұхаммед пен Али жалпы келді, болды. Кім бірінші, кім екінші, онымен жұмысымыз жоқ. Жаа Мұхаммадун фа Али, мағынасы Мұхаммед кірді, іле шалы Али келді деген сөз. Жаа Мұхаммадун сумма Али,
Мұхаммед келді, 5 минут өтті ма, 1 сағат өтті ма, жарты күн өтті ма, одан кейін әділ келеді. Сумма али. Сумма алысырақ, иә? Енді келесі шылаулар бізде уже мағыналар кішкене басқаша. Ол мысалы әу деген шылау бар. Қазақ тіліндегі әлде, немесе деген мағына береді. Бұл сөз тек хабарлы сөйлемде қолданылады. Хабарлы сөйлемде. Мысалы, ядхулу Мухаммадун ау адилун. Мұхаммед немесе әділ кіріп келе жатыр. Екеуі бірге емес, екеуінің бірі ғана кіріп келе жатыр деген білдіреді. То есть, мына сіз Мұхаммед пен әділ кіріп жатыр деп түсінбейсіз. Мұхаммед немесе әділ. Әйтеуір екеуінің біреуі. Жалпы бір адам кіргендігін айтып тұрсыз, бірақ та екеуінің біреуі. Сонда әу дегеніміз хабарлы сөйлем. Содан кейін келеді. Мағынасы хабарлы сөйлемнің ішінде, сұраулы сөйлем емес. Кәдімгі хабарлы сөйлем ішінде келеді және немесе деп аударылады. Осыған ұқсас бізде әм деген бар. Әм дегеніміз әлде немесе деген мағына береді. Бұл да тура сондай. Бірақ бұл сөз тек қана сұраулы сөйлемде келеді. Мынау тек хабарлы сөйлемде келеді. Сіз баяндап тұрған сөйлемде әу келеді, сұрап тұрған сөйлемде әм келеді. Егер де сіз екі нәрсенің ортасын анықтағыңыз келсе, мысалы, ә Мұхаммадун ядхулу әм адилун деген кезде сіз мына жерде сұрақ қойып тұрсыз. Мұхаммед пе кіріп келе жатқан, әлде әділ ме? Сонда мынауыңыз әм әлде деп аударылады. Және бұл сұраулы сөйлемде ғана болады. Біз мынаған қазір тағы да тоқтаймыз, кішкене ашығырақ тоқтаймыз. Бірақ та жалпы айтып жатқаным, то что мынау әу мен әмді шатыстырып алмаңыздар. Кейбір адамдар қолданған кезде әу мен әмді шатыстырады. Әу тек қана хабарлы сөйлемде болады. Сіз бір нәрсені баяндап айтып беріп жатқан кезде, 2-3 нәрсе туралы тағы басқа ортасына қойғанда сол әуді қоясыз. Ал енді сіз сұрап тұрсаңыз, екі нәрсені сұрап, иә, кітап па, дәптер ме, мектеп па, университет па деп, сол екі нәрсенің ортасына анықтау үшін сұрақ қойған кезде әмді қолданасыз. Әм. Түсінікті ғой, екеуде де әлде, немесе деген сияқты мағынамен аударылады. Келесі харфу атф шылау бізде бәл. Бәл дегеніміз керісінше деп аударылады. Қарсылықты шырайды білдіреді. Мысалы, ла акулул футура вал аша. Мен таңғы ас пен кешкі асты ішпеймін. Бәл керісінше акулул ғада, таңғы асты ішемін, түскі асты ішемін, иә? Сонда мен таңғы ас пен кешкі асты ішпеймін, керісінше түскі асты ішемін деген кезде мынау бәл бізде керісінше деп аударылады. Ләкин бірақ, сукунмен, ләкин бірақ. Мысалы, ла акулул футура вал аша. Мен таңғы ас пен кешкі асты ішпеймін, ләкин акулул ғада. Бірақ мен түскі тамақты жеймін деген кезде мынау бірақ деп аударылады. Бірақ. Сосын соңғысы бар, ол ла. Бұл емес деп аударылады. Мысалы, ядхулу Мухаммадун ла адилун. Әділ емес. Мұхаммед кіріп келе жатыр деген сөз. Мұхаммед кіріп келе жатыр, әділ емес. Мынау емес деп аударылады. Енді қалған мыналардың ешқандай бір шарттар нелер жоқ. Жалпы осындай керісінше, бірақ емес деп осылай үшеу аударылады. Және бұлардың барлығының үкімі қандай? Мынау ләнің екі жағына қараңызшы. Мұхаммадун адилун деп екеуі тәнвинмен келіп тұр. Міне осылайдан бұлар екі сөзді бір-бірімен ортасын байланыстырып тұрады. Мағыналар әртүрлі болуы мүмкін. Бағанағы сияқты және сондай-ақ емес, бұл жерде өзі керісінше, бірақ, емес деген сияқты мағынамен келіп тұр, бірақ қызметтері бірдей. Көрдіңіз ғой, әл-аша деп фатхамен келіп еді, әл-ғада фатхамен келді. Акулу міне. Мынау ләкиніңіз мына жақтағы мен, мына жақтағы мағынаның ортасында келіп тұр. Мына жақта тоже самое. Мынау мағынамен мынау мағынаның ортасын байланыстырып тұр. Мына жақта акулу, мына жақта акулу. Әл-футура, әл-ғада бұл болса ұқсас болу керек. Енді әм әдісімен сұраулы сөйлем құру. Сосын бір сөз болады, сосын әм, сосын бір сөз болады. Міне осылайынан сұрақ қою әдісі. Екі нәрсенің бірін білгіміз келген жағдайда әм, міне мынандай ма, әлде әдісін қолдануға болады. Сұхбаттағы асиран ташрабина әм шаян, шырын ішесің бе әлде шай ма деген сөйлем осы әдіспен келген. Енді бұл әдіспен сұрақ қойдың өзіндік бір кішкентай ерекшеліктері бар. Біріншіден, екі нәрсенің бірін анықтау үшін қолданылатын аталмыш тәсілде тек қана сұраулық көмекші сөзі қолданылады. Мына жерде тек қана келе алады деген сөз. Басқа сұраулық сөздер келе алмайды. Хәл, мән, әйна, мәта ешқайсысы келмейді. Тек қана содан кейін әм келеді. Бұл бірінші ерекшелігі. Демек қараңыздар, асиран ташрабина әм шаян деп айту дұрыс. Хәл асиран ташрабина әм шаян деп айту қате. Басқа сұрақ қоя алмаймыз. Біз тек қана қоямыз, иә? Бірінші мәселесі. Екіншісі, әм әдісінде және әм сөздерінен кейінгі келген сөздер бір жыныстан болу керек. Яғни әден кейін зат есім келсе, әмнен кейін де зат есім келу керек. То есть, мына жердегі сөз бен мына жердегі сөз бір жыныс болу керек. Не олар екеуі де зат есім болу керек, не олар екеуі де етістік болу керек. Мына жерге зат есім қойып, мына жерге етістік қоюға болмайды.
немесе керісінше, түсіндіңіздер ғой? Зат есім, етістік болу керек. Ә мен әмнен кейінгі бірден тұратын сөздер бір жыныстан болу керек. Бұл екінші шарты. Сонда сіз асиран ташрабина әм шайан деп айтқан кезде, асир не ол? Ішетін зат есім. Шай ішетін зат есім. Сонда сен сок ішесің ба, әлде шай ішесің ба деген кезде, міне әден кейін асир деген сөз тұр, әмнен кейін шай деген сөз тұр. Міне осылай жасау дұрыс. Ал енді ташрабина асиран әм шайан деп айту қате. Кейбір адамдар осылай қолданады, бұл дұрыс емес. Өйткені қараңыз, әден кейін етістік келіп тұр, әмнен кейін зат есім келіп тұр. Бұлай қолдану дұрыс емес. Дұрысы асиран ташрабина әм шайан болу керек. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе. Әм әдісінде сұралып тұрған нәрсе бірден және әм сөздерінен кейін келеді. Сізде мынандай стилде сұралып тұрған нәрсе, сіз нені білгіңіз келіп тұр, міне сол нәрсе әмен әмнен кейін тұрады. Сіз мына сөйлемде, мысалы, асиран ташрабина әм шайан деген кезде, сіз сок па, әлде шай ма деп осы екеуін анықтап жатсыз. Сіз сұрап жатқан нәрсеңіз міне осы әмен әмнен кейінгі тұратын нәрсе, міне соны сіз сұрап жатсыз. Сіз ішуін сұрап жатқан жоқсыз, сіз не ішетіндігін сұрап жатсыз. Сіз соны анықтағыңыз келіп тұр. Соны айтады, әм әдісінде сұралып тұрған нәрсе бірден және әм сөздерінен кейін келеді. Мысалы, асиран ташрабина әм шайан деген кезде ол адамның әйтеуір бірдеңе ішкісі келетіні белгілі, алайда оның нақты не ішкісі келетіні анықтау қажет. Демек, бұл сөйлемде сұралып тұрған нәрсе шырын және шай ғана. Ал егер біз ол адамның ішкісі келетіні немесе келмейтінін сұрайтын болсақ, онда былай деп айтамыз: ташрабина әм ла ташрабина деп сұраймыз. Егер біз оның ішкісі келе ме, ішкісі келмей ме, етістікті сұрағымыз келсе, ташрабина әм ла ташрабина деп айтамыз. Немесе ташрабина әм таъкулина, ішесің ба или жейсің ба деп. Міне, етістікті сұрасақ, етістіктер әмен әмнен кейін келу керек. Зат есімді сұрасақ, олар әмен әмнен кейін келу керек. Демек, міне құрметті бауырлар, бізде әммен сұрақ қойған кезде, мынау әдіспен қойған кезде, бізде шарты мынандай: осы әріп қана, яғни осы сұраулы сөз ғана қолдануға жарайды мынандай стильге. Басқа басқалар қойыланбайды. Ол біріншісі. Екіншісі, әден кейін мына жерде тұрған зат есім болса, мына жақта да әмнен кейін тұрған сөз зат есім болу керек. Етістік болса, мынада да етістік болу керек. Мына жаққа зат есім, мына жаққа етістік, мына жаққа етістік, мына жаққа зат есім болмайды олай. Міндетті түрде әден кейін зат есім болса, әмнен кейін зат есім болу керек. Ол екіншісі. Үшінші мәселе, әмнен кейін не тұр, әмнен кейін не тұр, міне сол екеуін сіз сұрап біліп жатсыз деген сөз. Сол екеуі, мынау ма деп. Түсіндіңіздер ғой? Именно сұралып тұрған нәрсе ол осы әден кейін бірден келеді, әмнен кейін бірден келеді. Мынаның ортасын бөлуге болмайды. Асиран ташрабина әм шайан. Асир ма или шай ма? Хубзан таъкулина әм тамран. Нан жейсің ба, құрма жейсің ба? Осылай болу керек. Таъкулина әл-хубза әм тамран деп айтуға болмайды. Өйткені мына жаққа етістік беріп қойсаңыз, мына жаққа зат есім қоя алмайсыз. Міне осындай үш ерекшелігі бар. Қиын емес. Просто жақсылап есте ұстап алу керек. Кейбір адамдар осы жерде шатысып жатады. Мен сол үшін бұған жеке тоқтап әдейі айтып кеттім. Тіпті университетте жүрген адамдардың өздері кейде осыған шатысып жатады. Олар ташрабина қахуатан әм шайан деп сұрап жатады. Ташрабина қахуатан әм шайан деп. Ол дұрыс емес. Қахуатан ташрабина әм шайан болу керек. Түсіндіңіздер ғой? Мына жақтағы мен, мына жақтағы сөз жыныстары бірдей болу керек. Зат есім, етістік болу керек. Ол бірінші мәселе. Екіншісі, не сұрап тұрсыз, сол бірден келу керек осыдан кейін. Міне, құрметті бауырлар, бүгінгі біздің өтетін үш тақырыбымыз міне осы. Жылдам қайтып қорытып жүретін болсақ, біріншісі, өткен шақ етістіктермен таныстық, оны толықтай жіктеп үйрендік. Екіншісі, біз харфу атфтың барлық түрлерімен таныстық, яғни ол 8 сөз деп айттық, және оларды жеке-жеке талдап шықтық. Оның ішінде уа, фә, thumma бұлар жаңағы жалпы біріктіруді білдіреді, бірақ фә дегеніміз кішкене кейінірек, thumma одан кейінірек дегенді білдіріп тұрады. Одан кейін әу мен әмді алдық. Әу мен әм екеуі жалпы немесе әлде деген сияқты мағынамен келеді, бірақ та әу дегеніміз кәдімгі жай сөйлемде келеді, ал әм дегеніміз тек қана сұраулы сөйлемде келеді деп айттық. Сонымен қатар соңғы үш әріпті алдық. Бізде бәл, сосын ләкин, сосын лә. Бұл үшеуінің мағыналары: бәл дегеніміз керісінше, ләкин дегеніміз бірақ, лә дегеніміз емес. Бұл мағыналар әртүрлі болғанмен қызметтері ортақ деп айттық. Бұлардың барлығы жаңағы 8 сөздің бәрі хуруфул атф деп аталады. Яғни сөздердің ортасын байланыстырушы шылаулар деп айттық. Сосын үшінші алған тақырыбымыз ол әммен сұрақ қою әдісі. Міне бүгінгі біздің дәрісіміз осындай. Хада валлаху а'лам. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.